Сәлеметсіздер ме балалар? Біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы магнит өрісі, параллель токтардың өзара әсері, ампер күші. Сабақтың мақсаты магнит индукция векторының физикалық мағынасымен танысамыз және ампер күшінің формуласын есеп шығаруда пайдалануды үйренеміз. Ол үшін біз мынау бейнероликке көңіл аударайық. Сонымен балалар, бейнероликте нені байқадыңдар? Дұрыс айтасыңдар, өте дұрыс. Яғни магнит өрісі, магнит арқылы бір-біріне тартылып жатқан лампыны көрдік. Дұрыс. Ендеше магнит өрісі дегеніміз не? Яғни қозғалыстағы зарядталған бөлшектердің арасында жүзеге асатын, өзара әрекеттесу барысында көрініс беретін материяның айрықша түрі магнит өрісі деп аталады екен. Магнит өрісі индукция векторы дегеніміз магнит өрісінің күштік сипаттамасы болып табылатын физикалық векторлық шаманы айтамыз. Ол B әрпімен белгіленеді. Магнит өрісінің күш сызықтары, өрістің кез келген нүктесіне жүргізілген жанама осы нүктедегі магнит күшінің бағытымен сәйкес келетін көрнекі сызықтар болып табылады. Магнит өрісінің индукция векторының формуласы B тең болады F бөлінген I дельта L, яғни I көбейтілген дельта L-ға тең екен. Магнит индукция векторының халықаралық бірліктер жүйесіндегі өлшем бірлігі Тесла болып табылады. Ал Тесламыз Ньютон бөлінген ампер көбейтілген метрға тең болады екен. Егер де магнит индукция векторы өткізгішке параллель орналасатын болса, онда магнит өрісі тоғы бар өткізгішке ешқандай әсерін тигізбейді. Демек, бұл кезде ампер күші нөлге тең болады екен. Ендеше ампер күші магнит өрісі тарапынан тоғы бар өткізгішке әсер ететін күштің өткізгіштегі тоқ күші мен оның белсенді бөлігіне магнит өрісінің шамасына тура пропорционал екенін көрсететін физикалық шама. Ампер күшін 1820 жылы француз физика ампер ашқан. Сондықтан да сол кісінің құрметіне ампер күші немесе ампер заңы деп аталады. Формуласы F тең болады I B дельта L синус альфаға тең болады екен. Бұл жердегі F деп отырғанымыз магнит өрісі тарапынан тоғы бар өткізгішке әрекет ететін күш. I өткізгіштегі тоқ күші. B магнит индукция векторының модулі. Ал дельта L өткізгіштің белсенді бөлігінің ұзындығы. Ал альфа магнит индукция векторы мен өткізгіштегі тоқтың арасындағы бұрыш болып табылады. Біз осы магнит өрісіндегі ампер күшінің формуласын, яғни ампер күшінің максимал мәнге ие болатын формуласында жазуымызға болады екен. Ол ампер күші магнит индукция векторы өткізгішке перпендикуляр болатын болса, ол кезде осы максимал күшке ие болады екен. Яғни F тең болады I B дельта L-ға тең болады. Ампер күшінің бағытын біз сол қол ережесімен анықтаймыз. Егер сол қолды магнит өрісінің күш сызықтары алақанға кіретін, ал 4 саусақты тоқ бойымен бағыт алатындай етіп ұстасақ, онда 90 градус бұрыш құрайтын бас бармақ ампер күшінің бағытын көрсетеді. Параллель тоқтардың өзара әрекеті, яғни екі параллель өткізгіштегі тоқтардың бағыты бір бағытта болса, онда өткізгіштер бір-біріне тартылады, ал егер қарама-қарсы бағытта болатын болса, өткізгіштер тебіледі.
Әр өткізгіштің дельта L кезіндісіне әрекет ететін күш модулі мына өздерің көріп отырғандай формуламен есептелінеді екен. Яғни F тең болады K(I1, I2) дельта L бөлінген R. Бұл жердегі I1, I2 деп отырғандарың тоқ күші, L өткізгіштің ұзындығы, ал R деп отырғанымыз өткізгіштердің ара қашықтығы. Ал К деп отырғанымыз пропорционалдық коэффициент, ол μ0 бөлінген 2π-ға тең болады. Бұл жердегі μ0 деп отырғанымыз магниттік тұрақты. Ол тұрақты болғандықтан тұрақты шамалар қатарына енеді. Яғни мәні 1/126 көбейтілген 6 дәрежесінде ньютон бөлінген ампер квадратқа тең болады екен. Енді балалар, біз осы алған мәліметтерді пайдалана отырып, тапсырма орындап көрейік. Қанекей, бірінші тапсырманы орындаймыз. Бұл тапсырманы орындау үшін сендерге 2 минут уақыт беріледі. Балалар, бұл жерде біз есептің дұрыс жазылуына көңіл бөлеміз. Және де халықаралық бірліктер жүйесіне айналдыруды ұмытпаймыз. Сонымен қатар формуланы да дұрыс пайдалана білуіміз керекпіз. Қанекей, тездетіп орындаймыз. Егер де есепті орындап болғандарың болса, тексеруге дайындала береміз. Орындап болсақ, тексерейік. Кімде 0,5 ньютон шықса, ол бала дұрыс орындады деген сөз. Тамаша балалар. Керемет. Бұл тапсырманы өте жақсы орындадыңдар. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Бұл тапсырманы орындау үшін балалар сендерге дискриптор берілген. Осы дискрипторға жақсылап көңіл бөлеміз. Сендерде дискрипторда 4 қадам берілген. Әрбір қадамды дұрыс орындауға ұмтыламыз. Өздерің жақсы білесіңдер. Егер де бізге берілген дискриптордың 4 қадамында дұрыс орындайтын болсақ, өте жақсы деген бағаға ие боласыңдар. Бұл есепте де балалар халықаралық бірліктер жүйесіне айналдыруды ұмытпаймыз. Қанекей, орындап болсақ, тексеріп көрейік. Мінекей. Барлығымызда магнит индукция векторы 0,4 теслаға тең болды ма? Егер де жаңа ғана айтып кеткендей 4 қадамды дұрыс орындаған оқушы болатын болса, ол өте жақсы деген бағаға ие болды. Ал 3 қадамды дұрыс орындаған бала жақсы деген бағаға ие болады. Ал 1 немесе 2 қадамды ғана орындаған балаға әлі де дайындалу керек. Формулаларға жақсылап көңіл бөлу керек деген сөз. Ендеше балалар, біз бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, мынандай сөйлемдерді аяқтап көрейік. Мен бүгін түсіндім. Яғни нені түсіндіңдер? Сабақта қандай жаңа мағлұмат алдыңдар? Сендерге не қызық болды? Және де келешекте қандай ақпарат саған
қажет болуы мүмкін. Сонымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар. Үйге тапсырма жазып аламыз. Параграф 69-70 және де 133 беттегі 1-2 жаттығуды орындаймыз. Сау болыңдар.